Достар, бізде келесі кезекте капкейки. Бізде 5 тарелкаға әр тарелкадан 2 капкейк қойылатын болса, бізге 10 капкейк қажет болады. Енді 10 капкейкті қалай жасаймыз, қанша ингредиенттер қажет? Ол үшін бізге мұнда 125 грамм ұн, 50 грамм сүт, 10 грамм разрыхлитель, сосын 100 грамм бізде қант болады, және 2 жұмыртқа, сосын 100 грамм сармай қосамыз. Енді алдымен жұмыртқа менен қантты бірге араластырып аламыз. Жұмыртқа мен қантты араластырып болып, үстіне сармай қосамыз. Осының үстінен сүт қосып, бірге араластырып, сосын он мен разрыхлитель қосатын боламын. Қазір он мен разрыхлительді бірге араластырып алам. Құрғақ заттарымызды. Ситаның көмегімен ұнды қосам. Осымен бізде капкейктің тестасы да дайын болды. Енді капкейкті біз екі түрлі жолмен пісірсек болады. Оның бірінде қатты капсуламен, бірінде жұқа капсуламен. Біздегі мынау жұқа капсулалар болармен пісіру үшін бізге осындай арнайы форма қажет болады. Осы форманың үстіне қойып пісіреміз. Өйткені бұған тестаны қойып біз печкаға сала алмаймыз, өйткені шет-шетіне ағып кетеді. Мынадай қатты капсулалар менен печкаға сала береміз, ешқандай форманың көмегінсіз. Қазір мен форманың көмегімен осындай жұқа капсулаға жасайтын болам. Бірінші капсуланың барлығын формаға қойып шығам, үстінен тестаны құямын. Формаға капсуланың бәрін сабалдым. Енді кондитерский мешокқа тестаны құйып алып, осының көмегімен тестаны құйып шығам, барлығына бірдей қылып. Тестаны капсулаға құйған кезінде толтырып құймаймыз. Жартысына дейін құямыз, өйткені бұл көтерілген кезінде тас кетуі мүмкін. Сол үшін мен осы видеода қалай көрсетіп жатырмын, солай құю қажет. Капкейкті де 150-180 градус шамасында 15-20 минут аралығында пісіріп аламыз. Достар, енді біз қазір пирожнылардың кремін жасайтын боламыз. Менде қазір мұнда 500 грамм крем-чиз, 200 грамм сахарная пудра және сливки қосатын боламыз, 500 грамм. Енді біз бұл жерде 5 тарелканы жасайтын боламыз. Егер де сіз жекелей әрқайсысын бөлек жасайтын болсаңыз, мысалы сізде тек қана вупи-пайдың пирожный жасау керек болса, онда сізге 100 грамм крем-чиз, 100 грамм сливки, 50 грамм қант қосасыз. Қазір мен барлығына бірдей жасап жатырмын, сол үшін 500 граммнан қосамын. Алдымен 500 грамм крем-чизге 200 грамм сахарный пудраны араластырып аламын. Сіздер сахарный пудра қоссаңыз да болады, немесе кәдімгі қант қоссаңыз да болады. Ешқандай айырмашылығы болмайды екеуінің.
Так, екеуін миксермен араластырамын. Сахарный пудра мен крем-чиз екеуі бір-біріне араласып кетті. Енді осының үстіне 500 грамм сливки құям. Сливки менде Чудское озеро 33%. Бұның орнына немесе 35%-ті қолдануға да болады, немесе Президент сливкиге қолдансаңыздар да болады. Қазір 500 грамм өлшеп құйып аламын. Енді барлығын миксердің бірінші жай скоростынан бастап, жылдамдығынан. Миксердің бірінші ең төменгі жылдамдығынан бастап, жайлап жоғарылата береміз. Менде крем осылай дайын шықты, осындай қою крем шықты менде. Енді пирожныларға қолдана берсек болады. Достар, мен жаңағы капкейктерім осылай пісіп шықты. Қазір осының бетіне біз крем құйып шығатын боламыз. Так, бұның бетіне мен закрытая звезда деген насадканы қолданып крем құятын болам. Менде мұнда кондитерский мешок. Насадканы салам ішіне. И крем. Қазір кремді қатты үстінен баспаймын. Қолымда еркін ұстап, айналдыра құйып шығамын. Осылай қалғандарына құя береміз. Бұл кремге әртүрлі краситель қосып, әртүрлі түстегі крем ретінде құюға да болады. Достар, енді мен капкейктің бетіне қазір клубникамен және малинамен оформление жасаймын. Мендегі клубника бұлар декоративный клубникалар. Яғни тез езілмейді, тез солмайтын клубникалар. Декорға арналған клубникалар. Осы бір клубниканы 4-ке бөліп, әр капкейктің үстіне қойып шығамын. Менде бұл да декоративный малина. Тез солмайды, тез жаңағы су шығып кетпей, ермей тұрады. Осыны құлпынайдың жанынан қойып шығамын. Капкейктің бетіне негізінде кез келген фрукты қойып, оформление жасауға болады. Жанына мята қосуға да болады. Осымен бізде капкейкіміз бітті. Тура осылай әр капкейктің бағасын 250-150 теңге шамасында сатуға болады. Немесе тарелкаға қоямыз. Біз әр тарелкаға 2 капкейктен қойып той дастарханын жасауға да болады. Достар, осымен біздің пирожнылар дайын. Бұл біздің той дастарханы онлайн рецептіміз болатын. Мұнда тарелканың ішінде 8 пирожный, әр пирожныйдан 2 түрінен 4 пирожныйдан. Видео рецепт сізге ұнады деген ойдамын.
үйлеріңізде жасап көріңіздер, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Рецепттер ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.